Жылдам хабарнама Қазақстанда қымбаттап барады. Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Өткен аптада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағамы 0,3%-ға, жылдық мәнде 23,4%-ға өсті деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Қазақстан Республикасы бойынша әлеуметтік маңызы бар кейбір тауарлардың орташа бағамы: күріш 361 теңге, айран 2,5%, яғни 367 теңге, сүзбе 1953 теңге. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбегінде 19 тауар атауы кіреді. Баға өзгерісі туралы көрсеткіштер апта сайын жаңарып отырады. Бағаның өзгеру туралы ақпараттық барлық облыстың орталығындағы республикалық маңызы бар қалалар және Астанада жиналады. Ол үшін елді мекеннің әртүрлі бөліктерінде орналасқан тауарлардың ең кең ассортименті бар әртүрлі типтегі сауда объектілері таңдап жиналады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар.